Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогтың өзгешелігі бұл тары мен талқаннан жасалады, әрі өте оңай, тез дайын болады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен тарымыздың үстіне ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып, тарымыз ісініп, кішкене піскенше қойып қоямыз. Оған дейін талқан үстіне ерітілген сары май мен құмшекерді қосып, жақсылап араластырамыз. Мен тек талқанның дәмі шықпас үшін қасына кішкене печеньені де қосып жібердім. Үгітіп, сіздер де солай жасасаңыздар болады. Бізде осындай талқан мен печеньеден жасалған үгітінді дайын болады. Қолмен ұстаған кезде бір-біріне біргетіндей болу керек. Одан кейін осындай табамыздың шет-шетіне, жан-жағына жақсылап осы печеньені жағып шығамыз. Осылай кружкамен де шет-шетін жақсылап қатты басып шықсаңыздар болады. Сонымен қатар менің каналымнан басқа да өте ерекше ыстық тағамдардың, түрлі тәттілердің рецепттерін таба аласыздар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы өте оңай, қолжетімді заттардан жасалады. Мен осылай қаймақтың үстіне жұмыртқа мен құмшекерді салып, жақсылап араластырдым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін видеоның басында дайындап қойған осы тарымызды аламыз. Тарымыз кішкене көтеріліп ісінген. Піскен тарымызды осы салмамыздың үстіне салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Осылай салмамызда өте оңай дайын болады. Енді осы салмамызды табамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Осылай біздің пирогымыз сарғыштау болып пісіп шықты. Үстіне осылай бананды қойып мен сәндеп шықтым. Пирогымыз піскеннен кейін бірден кеспей, холодильникке салып, толықтай суытып алу керек. Толық суығаннан кейін бірақ осылай шет-шетінен жақсылап ажыратып кесе берсеңіздер болады. Осымен біздің өте ерекше әрі дәмді, тез дайын болатын пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.